Саламатсыздар ма әріптестер? Смарт Ұстаз каналының оқырмандары, бүгін біз сіздермен YouTube'дан оңай әрі тез видео жүктеуді үйренетін боламыз. Ол үшін YouTube'қа кіріп өзіміздің қажетті видеомызды іздеп тауып аламыз. Мысалы, маған мұғалім болғандықтан әртүрлі әдіс тәсілдер керек болып жатады. Мысалы, осы қазіргіде хит болып жатқан рондом шеңбері. Енді маған осы видео қажет. Осыған кіремін. Осындай сілтеме ашылады, филиппетенить. Осы сілтемеге басамыз. Басқан кезде бізге видеоның астында поделиться деп тұр. Осы поделицаны бассақ, әрине бұл ағылшын сайты осылай шығады. Біз болғандықтан осыдан мышканың оң жағын баса копировать отырып переведтен ссылку дегенді басамыз. Енді шығып кетеміз. Шығып кетеміз де Google-ға кіріп Save from деп жазамыз. Міне жаздық. Бізде осындай укажите адрес деп шығып тұрады. Осы жерге жаңағы сілтемені қоямыз және мына стрелканы басамыз. Міне шығып тұр, скачать дегенді бассақ, бізде видео жүктеледі. Міне жүктеліп жатыр видеомыз. Осы файл жүктелгенше ештеңені баспаймыз. Мына открыть деп басамыз, файл жүктелді. Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақта филиппетенить сайтында рандом шеңбер қалай топқа Міне көрдіңіздер, видео жүктеу оңай әрі өте тез. Бізде бар жоғы 2,5-3 минут уақыт кетті. Енді біздің видеомыз ұнаса, лайк басып, коммент жазып, біздің каналға тіркеле кетіңіздер.